ПТР тапсырмай белгілі бір мекемелерге емін-еркін өтуге болады дегенге сенесіздер ме? Шағын және орта бизнес қалыпты режимде жұмыс істейді деген хабар қаншалықты шындыққа жанасады деп ойлайсыздар? Ашық мобильді қосымша өмірімізді жеңілдете түседі дегенмен келісер ме едіңіздер? Армысыздар, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Аталмыш мобильді қосымшаның артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтайтын боламыз. Пандемия басталғалы шектеулермен өмір сүруге мәжбүрміз. Эпидемия бизнес түрлеріне де үлкен шығын келтіруде. Мәселен, отандық бизнестің 13 мыңнан астам субъектісі әлі де жұмысын жандандыра алмай жүр. Өйткені адам көп шоғырланған жерде вирустың қаупі жоғары. Сондықтан вирустың таралуын тежейтін ашық жобасы іске қосылды. Мобильді қосымшасы QR-кодты қолдану арқылы кәсіпкерлік нысанаға келген адамның мәртебесін анықтауға көмектеседі. QR-кодтарды қолдану практикасы Оңтүстік-Шығыс Азия елдері, Гонконг, Сингапур, Малайзияда кең қолданыс тапқанын айтты. Балама құралдар басқа елдерде де қолданылуда. Ал бізде Нұр-Сұлтан, Алматы және Қарағанды қалаларынан бөлек жобаға Көкшетау, Ақтөбе, Тараз, Талдықорған қалалары қосылды. Шымкентте жобаға қатысуға 80 кәсіпкерлік субъектісі ынта танытқан. Қазіргі кезде жұмысты жеңілдету үшін Телеграмда суппорт ашық бот техникалық қолдау көрсету қызметі іске қосылған. Бұл жоба бойынша ақпарат денсаулық сақтау министрлігінің базасында ғана тіркеледі. Онда кәсіпкердің немесе жеке бір бөгде тұлғаның кіріс құжаттары жоқ. Осы жобаға тіркелген адамдардың ақпараты басқа органдарда жинақталмайды. Халық қалаулысы мәжіліс депутаты Снежана Имашева ашық мобильді қосымшаның олқылықтары мен кемшіліктерін тізіп бергені әлі де есімізде. Ашық қосымшасы адамдарының жеке мәліметтерін жинауы мәжілісменнің алаңдаушылығын туғызады. Мәселен, қосымшаны пайдалану тоқтаған кезде азаматтардың жиналған жеке деректері қайда кетеді? Мобильді қосымшаның қауіпсіз екені де күмән тудырады. Цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, ол әлі ақпараттық қауіпсіздікке тексерілмеген. Қосымша арқылы кіруге болатын нысандардың тізімі де көрсетілмеген. Мекемеге кірмес бұрын өз статусында тексеріп алу мүмкіндігі жоқ. Цифрлық даму қорғаны және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусинге қосымшаның көңіл толмайтын тұстары барып айтып, тиянақты жеңілдетуді талап ететінін ескертеді. Пилоттық қолданысы кезінде ашық қосымшасының жұмысына 3 мыңға жуық адам сын пікірлер мен шағымдар қалдырғанын айтты. Өйткені қосымша отандастарымыздың персоналды мәліметтерін, яғни телефон нөмірлері мен ЖСН сұрататынына наразы. Жалпы қосымшаның ақсап тұрған тұсы ғана емес екен. Қосымшаға қол жеткізген нысандардың тізімі көрсетілмеген. Қандайда да бір ғимаратқа бармас бұрын қандай статусқа жататындарында алдын ала тексеруге мүмкіндік жоқ. Тіпті техникалық қолдау қызметімен байланыс үшін ешбір сілтемесі де көрсетілмеген болып шыққан. Ол ма? Ең қызығы, кейбір адамдардың мәртебесін де дұрыс көрсетпейтін сәттерде болған. Мәселен, ПТР тестінің теріс нәтижесі бар пайдаланушыларға жасыл түс шығудың орнына қосымша оларға көк түсті белгілеген. Ешқашан ПТР тест тапсырмаған симптомсыз ауыратындарға да көк түс көрсетіпті. Қосымшаның осындай қауларына қарамастан, ашық қосымшасының дерегі бойынша қызыл мәртебемен қоғамдық орындарда жүргендер әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 15 мың теңгеден 73 мың теңгеге дейін айыппұл төлейтін болды. Мұндай жаңалық әлбетте көпшіліктің ашуын туғызды. Ал қосымшаны дұрыс пайдаланбаған бизнес нысандарының жұмысы 2 айға тоқтатылмақ. Бұл сонда қара құрым жұрттың қалтасын қағудың амалы ма деген ой туындайды. Қоғам қайраткері Мұрат Абенов билік өзіне өзі жоқ жерден мәселе туындатып отыр дегенді айтады әлеуметтік желідегі жазбасында. Жеке компанияның мүддесін қорғаймын деп әуежайларда адамдардың бей-берекетін қашыруға даяр. Мейрамхана, бассейндерге уақытша бармауыма болғанымен, әуежай дегеніміз бәріміз қолдануымызға мәжбүр болатын орын емес пе? Ендеше, неге жай ғана ПЦР тест немесе вакциналау паспортын сұратпайды? Барлық жерге ашықты енгізудің не қажеті бар? Қазақстанның көп азаматы оған сенбейді. Қандай да бір қызметті қолдануға мәжбүрлеуге ешкімнің құқығы жоқ. Әр кезде таңдау құқығы болуы керек, дейді ол. Ашық жобасымен вакцинация паспорты 1 шілдеден бастап біріктіріледі екен. Сол кезде вакциналанған қазақстандықтарға жасыл мәртебе беріледі. Ал бірер күн бұрын
Қызыл аймақтағы әуежайларға кіру қиындады. Жолаушылар ғимаратқа кірмес бұрын ашық қосымшасы арқылы мәртебесін анықтап алуы тиіс. Нәтижесі көк түсті болса ғана рейске баруға рұқсат. Ал қызыл немесе сары белгі көрсетілген адамдар СЭС мамандарына тапсырылады. Бірнеше күн бұрын, яғни 20 мамырда ашық қосымшасы кезекті рет техникалық ақаулары бар екенін көрсетіп істен шықты. Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ашық қосымшасын істен шығу себебін жариялады. Соған сәйкес, қосымшаны IT оператор ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамының серверлеріне толығымен өткізуге байланысты болған екен. Сонымен қатар, айта кетер жайт, адамдар ағыны көп болғандықтан техникалық қателіктер орын алды. Қазір барлық мәселелер шешілді деп министрлік ақталып шықты. Олардың сөзінше қазір қосымшаны 1.600.000 адам белсенді түрде қолданады. Оның үстіне қолданушылар саны күн сайын өсіп келеді. Егов мемлекеттік сайты мен басқа билік ұсынған электронды платформалар белгілі бір кезеңде өзінің техникалық ақауларын әрдайым көрсетіп, осал екенін дәлелдеп жүр. Енді міне ашық қосымшасына да кезек келді. Айтпақшы, жақында ғана ашық қосымшасы қосымшаларды жүктеп алудың интернет дүкені App Store'дан өшірілді деген ақпарат тарады. Ал Play Market интернет дүкенінде тұр. Кейін, белгілі бір уақыттан кейін қосымша қайта пайда болды. Қорытындыға келгенде, осыдан қандай нәтиже болатын алдағы уақытта көретін боламыз. Ең бастысы, адам саулығы мен ақпарат қауіпсіздігі. Арнаға жазылуды ұмытпай, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар.